Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 4-ші сынып 135-ші сабақ санды және әріпті өрнектерді түрлендіру сабағын қарастыратын боламыз. Бірінші тапсырма: мәні бірдей өрнектерді дұрыс тапсаң, күн және де ай сөздерін ағылшынша және орыс тілінде аудармасын білесің. Ол өрнектерді салыстыр. Олар неге бірдей мәнге ие? Қосынды санға көбейту және айырманы санға көбейту ережелерін айт. Бірінші осы 135-ші сабақта бірінші тапсырмада, яғни осы күн мен айдың осы есепті шығарсақ аудармасын білеміз. Берілген есепте, яғни жақшаның ішін бірінші орындаймыз. 5 қосылған 4 9 болады. Оны 3-ке көбейтсек, 9-ға 3-ті көбейтсек 27 шығады. Екіншісі 5 көбейтілген 3 қосылған 4 көбейтілген 3. 5-ті 3-ке көбейтсек 15, 4-ке 3-ті көбейтсек 12. 15 пен 12-ні қоссақ 27 мәні болады. Енді үшінші есепті шығаратын болсақ, бұл жерде жақшаның ішін шығарамыз. 9-дан 5-ті азайтсақ 4, 4-ті 3-ке көбейтсек 12 шығады. Төртінші есепте 9-ды 3-ке көбейтеміз, азайтылған 5 көбейтілген 3, яғни осы 9-ды 3-ке көбейтсек 27 шығады. 5-ті 3-ке көбейтсек 15 шығады. Екеуін азайтсақ, яғни 27-ден 15-ті азайтсақ 12 шығады. Бірінші тапсырмада, яғни біз бұлардың есептерді шығарып алдық бірінші, ал екінші аудармасын табатын болсақ, орысша, яғни қазақша күн ай болады, орысша солнце болады және де ағылшынша мун болады. Екінші тапсырмаға өтетін болсақ, өрнектердің қалай құрылғанын түсіндір. X қосылған X қосылған X қосылған X берілген өрнекті басқаша қалай жазуға болады? X неше рет алынды? X-тен 4 рет дегенді қысқаша ықшамдап 4 көбейтілген X немесе 4X деп жазуға болады. Мұндай жағдайда көбейту таңбасы көбінесе жазылмайды дейді. Бұл жерде X қосылған X қосылған X қосылған X теңі 4X депті. Біз екінші есепте солай, яғни X қосылған X қосылған X қосылған X теңі X көбейтілген 4 теңі 4X деп жазатын боламыз. Үшінші есепке өтетін болсақ, бұл жерде А есебі және де Ә есебі беріліпті. А есебін оқитын болсақ, үстел үстінде қарандаштар салынған 3 түрлі қорап жатыр. Бірінші қорапта бірнеше қарандаш X деп аламыз, ал екіншісінде одан есе артық. Ал үшіншісінде біріншісіне қарағанда 3 есе артық қарандаш бар дейді. Қарандаштардың санын көрсететін өрнектер жаз. Бірінші қорапта X деп аламыз, екінші қорапта 2X деп, үшінші қорапта 3X деп. Бірінші және екінші, үшінші қорапты бірге X қосылған 2X қосылған 3X деп алсақ, үйлестірімдік қасиетті қолданып X қосылған 2X қосылған 3X өрнегін түрлендір дейді. Тексер дейді, және де осы шығарған есептерді тексер дейді. Яғни осы X қосылған 2X қосылған 3X пен теңі 1 көбейтілген X қосылған 2 көбейтілген X қосылған 3X, яғни осы ұзын есеп арқылы тексеріңдер дейді. Шығаратын боламыз. Үшінші А есепте бірінші қорапты X деп алыңдар деген, я. Екінші қорапты 2X деп алыңдар, үшінші қорапты 3X деп алыңдар деген, я. Бұны бәңгелде төбеде оқыдық. Осының барлығы қанша деп сызып аламыз. Шешуін шығарсақ, яғни X қосылған 2X қосылған 3X теңі 1 көбейтілген X қосылған 2X қосылған 3X теңі X қосылған 1 қосамыз 2-ні қосамыз 3-ке. Бұл 1 мен 2 3-ті, яғни осы X-тер оң жаққа өтіп, яғни жақшаның теңді жазған кезде X бірінші жазылады. Себебі X бұл жерде 1X 2Xте X болып тұр. Соны X деп жазып, жақшаны ашамыз, 1-ді қосамыз 2-ге қосамыз 3-ке, теңі X-ті көбейтеміз 6-ға. 3-ке 2-ні қоссақ 5, 5-ке 1-ді қоссақ 6 болады. Сонда 6X мәні болады. Ә есепті оқиық, пайымдауды түсіндір дейді. 5X өрнегін қарастырайық. Бұл 5 саны мен X әріпін көбейтіндісі 5 саны сандық көбейткіш, ал X әріпі әріптік көбейткіш деп айтылады. 2X қосылған 3X өрнегін ықшамдап, біз 2 және де 3 сандарын қостық, ал әріптік көбейткішті өзгертіс қалдырдық. Әріптері бірдей өрнектерді ғана қосуға және азайтуға болады. 3A қосылған 5A теңі 8A, 3A қосылған 5A ықшамдауға болмайды. Ә есепте 3A-ны қосамыз 5A-ға теңі 8A шығады. Яғни 3X қосылған 5A деп өрнек ықшамдауға болмайды.
Төртінші тапсырманың орында А үйлестірімділік қасиетті қолданып өрнектерді ықшамда дейді. Бұл жерде 4 есепті беріліпті. Яғни біріншісін қарасақ 7х қосылған 2х дейді. X'ті бірінші жазамыз, тең көбейтеміз дейміз де жақшаны ашамыз. 7-ге 2-ні жақшаның ішіне жазып аламыз міндетті түрде. 7 мен 2-ні жазсақ 9х болады. Яғни 9-ды бірінші жазамыз, сосын артынан x'ті жазамыз. Екіншісінде де дәл солай болады. 11y тең азайтамыз 3y болады. Бұл жерде y-ті бірінші жазып аламыз, сосын жақшаны ашамыз да 11-ді азайтамыз 3-тен. Әрине 8 шығады, 8y деп жазып аламыз. Үшінші есепте 9-ға қосылған 6-а дейді. Бірінші нені жазамыз? Әрине А-ны жазып аламыз. А жазамыз, көбейтеміз, жақшаны ашамыз. 9-ға 6-ны қоссақ 15А шығады. Төртінші есепте де дәл солай бірінші С-ны жазып аламыз. 13С азайтылған 3С дейді. Теңі С көбейтілген 13-тен 3-ті азайтамыз. Бұны жақшаның ішіне міндетті түрде жазамыз. Бірінші санды жазамыз жауабына. Сонда жауабы тең 10С шығады. Әсін орындайтын болсақ 3х көбейтілген 5 көбейтілген 10 теңі жақшаның ішіне 3-ті көбейтеміз 5-ке, көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз x-ке, теңі 150x болады. Екіншісі 4 көбейтілген 2, y көбейтілген 15 теңі 4 көбейтеміз 2-ге, көбейтеміз 15-ке. Сол кезде y-ті жақшаның сыртынан көбейтеміз, теңі 120y шығады. 90 көбейтеміз 70 көбейтеміз 90 y көбейтеміз 2-ге, теңі 70-ті көбейтеміз 50-ге, көбейтеміз 2-ге, көбейтеміз y-ге, жауабы 7000 шығады. 7000 y шығады. Төртіншісінде 6a көбейтеміз 300 көбейтеміз 50, теңі 6 көбейтеміз 300-ге, көбейтсек 50-ге, жақшаның ішінде жауабы 90 а болады. Енді 5-ші есепке өтетін болсақ, мүмкін болған жағдайда өрнекті ықшамда дейді. 5-ші тапсырмада 6 есеп беріліпті. Бұл жерде біріншісін айтсақ, мысалы қараңдар. В қосылған 5В қосылған 6В дейді. Дәл солай біз яғни осы сан емес әріпті бірінші жазып аламыз. Себебі басында әріп келген, Б келген. Бұны жазып аламыз, көбейтеміз, жақшаны ашамыз да 1 қосылған 5 қосылған 6 жазамыз, теңі 12В шығады. Екіншісіне жазатын болсақ 6А азайтылған 4А, теңі А көбейтеміз, жақшаны ашамыз, 6 азайтамыз 4, теңі 2А шығады. Үшіншісінде де дәл солай 10А қосылған 3А қосылған 2А, теңі А көбейтеміз, 10-ға 3-ті қосамыз, 2-ні қосамыз, жауабы 15А шығады. 9П қосылған 20П қосылған 8П, теңі П-ны бірінші жазып аламыз, көбейтеміз, жақшаны ашамыз, 9 қосылған 20 қосылған 8-ді жазамыз. Жауабы 37П болады. 12X азайтылған 10Y ықшамды алмаймыз, себебі ол жерде екеуі де азайту болып тұр, және де X пен Y алынбайды. Яғни 12-тен 10X алынбайды. 2 қосылған 5X тең 2 қосылған 5X қосылған 3 қосылған 5X-тің жауабын бірінші жақшаны ашып аламыз да 2 мен 3-ті қосып аламыз. Себебі бұл жерде олардың Y-тері жоқ, X-тері жоқ дегенім ғой. X-тері жоқтарды бірінші қосып аламыз. Жақшаны ашамыз да 2-ні қосамыз 3-ге, жазып аламыз. Жақшаны жауамыз, қосылған енді Y-тер жазамыз. Мысалы қара, 5X пен 5X-тің артында X-тер тұр, ал 3X, 2X деп тұрған жоқ. Ол жерде тек санның өзі берілген. Сосын екінші жақшаға ол әріптермен жазамыз. Мысалы 5X қосылған 5X жазып аламыз. Сол кезде 5-ті қосамыз 12 шығады. Бірінші жақшадан 5 шығады, екінші жақшадан 10 шығады. Жауабы 5 қосылған 10X болады. 6-шы есепті өтетін болсақ, амалдардың орындау ретін анықта және де есепте дейді. Бұл жерде бірінші бөліп аламыз бірінші есепте, одан кейін азайтамыз, одан кейін тағы да бөліп аламыз 25-ке, одан кейін шыққан санды 52-ге бөлеміз. Бұл жерде 24444 шығады, оны 52-ге бөлсек 47 шығады.
Жауабы 47. Екінші есепке өтетін болсақ, 648-ді көбейтеміз 475-ке, бөлеміз, жақшаны ашамыз, 1458-ді азайтамыз 1366-ға. Бұл жерде жақшаны орындап аламыз. 1458-ден азайтамыз, 1306-ны азайтсақ 152 шығады. 152 шығады. Енді көбейтіп аламыз. 648-ге 475-ді көбейтсек 30.780 шығады. Оның шыққан санды, яғни 152-ке бөлеміз, яғни азайтудан шыққан санды бөлеміз. Сонда 2025 саны шығады. Үшіншісінде де дәл солай. Бірінші жақшаны орындап аламыз. 85.117-ні азайтамыз 84.913-ке. Одан кейін көбейтуді орындаймыз. 816 көбейтілген 52 көбейтіп алғанда 40.932 саны шығады. Оны енді бөлеміз. 204-ке бөлеміз. 204 азайтылғанда шықты, жақшаның ішінде. Оларды бөлсек 2008 шығады. 288-ді көбейтеміз 730-ға. Бөлеміз, жақшаны ашылған. Бұл жерде бірінші жақшаны орындаймыз. 40.560-ды 50.060-ды азайтамыз 40.916-ны азайтып аламыз. Сосын одан кейін екіншісін бөлек 288-ді көбейтеміз 730-ға. Көбейткеннен кейін 24.064 шығады. Оны бөлеміз 144-ке 1406 шығады. 1406 шығады. Кейінгі есепті орындайтын болсақ, бірінші 7294-ді бөлеміз 14-ке, одан кейін бөліп аламыз, яғни 27-ге бөлеміз, бөлек 1260-ды бөлеміз 27-ге, одан кейін екеуін қосамыз. Қоссақ, яғни осы бірінші бөлінгеннен 521 шығады, екінші бөлінгеннен 480 шығады. Енді екеуін қосамыз. Үшіншісіне жатады, үшінші амалға жатады. Қоссақ 1001 шығады. Бөлеміз 91-ге, бөлсек 11 шығады. Енді 1628-ді бөлеміз 204-ке, көбейтеміз. Жақша ашылған 328 айтылған 4267 бөлінген 17. Бұл қиын күрделі амал болып табылады, себебі бұл жерде 6 амал бар. Осы бірінші амалда жақшаны орындап аламыз, бөлуді, одан кейін азайтуды. Одан соң бөлуді орындаймыз, қайтадан көбейтуді орындаймыз. Сосын бөліп, қайтадан азайтсақ, яғни 155 шығады. Жетінші есепке өтетін болсақ, қос теңсіздіктің шешімдер жиынын сан сәулесінде белгілі және шешімдер жиынын фигура жақшаның көмегімен жаз дейді. А. 54 кіші 54-тен кіші x, яғни осы 54-тен кіші x кіші болып табылады. Бұл жерде 58 дейді. Бұл жерде жазатын болсақ, осы сәуле сызып аламыз. Осы сандарды қойып шығатын боламыз, яғни осы 54-тен 58-ге дейін 55-ті, 56-ны, 57-ні жазып аламыз. Себебі сәуле сызылғанда бірінші жағына басына, яғни 54 қойсақ, кейін бітетін жағына 58-ді қойсақ, бұл жерде 55 пен 56, 57 сандар қалып кетеді. Яғни сол сандарды жазып аламыз. Ал екіншісінде де дәл солай, бұл жерде 82-ден 91-ге де берілген. Бірінші басына 82-ні жазып аламыз, бұл боялады. 91-ге де осы артына 91 жазамыз, яғни соңына дегенін. Сол кезде ішінде қалатын сандар 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 сандары қалады. Бұны өзімізше ойымша істесек те болады, сәулеге сызсақ та болады. Бұны жазатын болсақ, 91 осы үлкен x-тан 95-ке дейін, осы басына 91 жазамыз, сосын 95 ақырына жазамыз. Қалатын сандар 92, 93, 94. Негізі бұны сәуле сызбай-ақ өзіміз ойланып істесек болады, бірақ бұл жерде сәулесінің көмегімен деп, яғни сәулесінде белгіле дегенді.
Сол себепті негізі былай ойланатын нәрсе болса, логиканы қоссақ, бұл жерде болады. Мысалы 58 пен 54-тің арасында 55, 56, 57 сандар жатыр екенін біле алсақ болады. 8-ші есепке өтетін болсақ, өрнекті ықшамдап олардың мәнін тап дейді. 5x қосылған 8x мұндағы x тек 13 дейді. Бұл негізі теңдеу арқылы шығарсақ та болады, осылай да шығарсақ болады. 5x қосылған 8x теңі 13x теңі 13 көбейтілген 13 169 мәні болады. Екіншісі 12y азайтылған 6y, мұндағы y 6 дейді. 12y азайтыламыз 6y теңі 6y деп жазып аламыз. Яғни мұндағы y 6 дегенді тең 6y деп жазып аламыз. Сонда 6-6-ны қосақ, яғни 36 шығады. Біріншісінің жауабы 169, екіншісінің жауабы 36. 9-шы есеп. Теңдеуді шешу алгоритмін толығымен орындамай, x-тің мәнін бірден қай теңдеуге табуға болады дейді. Бұл жерде бірінші есепте x азайтылған 7836-ны бірінші шығарып аламыз, одан кейін қосамыз, 7836-ны қосамыз. Бірінші негізі азайтып аламыз, сосын қосып аламыз. Жауабы 20546 шығады. Екіншісінде де дәл солай, x қосылған 4005 бұл қосып аламыз, азайтамыз 470. Бұл жерде 4005 шығады. 4005 тең деп жазып аламыз, бірақ x-і 470 болады. Осы есепті жазып алыңдар. Яғни бұл жерде түсінік бойынша бірінші жақшаншының орындап аламыз. X-тің мәнін тауып аламыз, яғни осы 2546, 470, 4587, 751 деп жазып аламыз. Яғни жауаптары осы болады. Балалар есі есепті жазып алыңдар. 10-шы есеп. Ойлан және де жауап бер дейді. Арман былай деді: фантастикалық фильм көргенде менің 8 сыныптасының тек 12-сі ғана ғылыми көпшілік фильм көруге қарсы емес. Егер сыныпта әрқайсы не физикалық, не ғылыми көпшілік фильм немесе екеуінде көргенді ұнататын 25 оқушы бар болса, онда олардың нешеуі тек ғылыми көпшілік фильмді көреді дейді. Бұл жерде барлығы 25 оқушы деп диаграмма арқылы яғни сызып алсақ болады. 25-тен азайтамыз 12-ні, азайтамыз 6-ны, теңі 7. Яғни 7 оқушы ғылыми көпшілік фильмді көретін болады. 11-ші есеп өрнекте ықшамда дейді. 15а көбейтілген 4 теңі 60а, екіншісі 3в көбейтілген 12 36в, үшіншісі 17а көбейтілген 5 теңі 85а болады. Төртіншісінде 11а көбейтілген 7 77а, бесіншісі 27д азайтылған 18ді қосылған 3 теңі 30, яғни 3-ті болады, қосамыз 3-ті. Төртіншісі 14а қосылған а қосылған 9 қосылған 4, яғни теңі 15а, қосамыз 13. 11-ші есепке келетін болсақ, амалдардың орындау ретін анықта және де есепте дейді. Бұл жерде 4 есеп берілген. Бірінші есепте бірінші жақшан үшін орындаймыз, одан кейін көбейтеміз, сосын бөлеміз. Яғни бірінші есептің жауабы 627 мәні болады. Екіншісінде дәл солай, біріншісінде жақшан үшін орындаймыз, екінші көбейтеміз, үшінші бөлеміз. Балалар есте сақтайтын нәрсе айтып кетейін. Бірінші жақшан үшін міндетті түрде орындап аламыз. Жақшан ішінен кейін көбейту болса көбейтуді орындаймыз. Одан кейін бөлуді орындаймыз. Есте сақтап алыңыздар, амалдарды орындау есептерінде көп кездеседі. Бірінші есепте, яғни екінші есепте дәл осындай болып тұр. Бірінші жақшан үшін орындадық, одан кейін көбейттік, сосын бөлдік. Яғни жауабы 1672 шықты. Бұл жерде байқап отырсаңыздар 3 амал болып тұр, 1, 2, 3 болып тұр. Үшінші есепте де дәл солай, біріншісі жақшан ішін орындаймыз, одан кейін көбейту, одан кейін бөлу болады. 930 мәні болады. Төртінші есепте де дәл солай, жақшан ішінде негізі барлығы бірге беріліпті, бірақ бірінші бөлуді орындап аламыз. Содан кейін екінші беттегі бөлуді орындаймыз, сосын қосып аламыз, сосын бөлеміз 16-ға, теңі 18 шығады. Балалар видеоны арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Күнделікті видеоны шығарып тұрамын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.